Өзі ерекше дәмді және уақытты көп қажет етпейтін тамақ жасағыларыңыз келсе, дәмілі тамағын жасаңыздар. Ол үшін бізге қойдың майлы еті, құйрық май, картоп және көкөністер қажет. Ол үшін біз алдын ала құйрық майымызды қазанның түбіне жайып шығамыз. Бұл тамаққа біз сұйық май құймаймыз, сондықтан құйрық майы молырақ болған дұрыс. Одан кейін үстіне етті жайып шығамыз. Етті салып болған соң тұзымызды және дәмдеуіштерді қоссақ болады. Одан кейін пиязымызды қосамыз және басқа да көкөністерімізді қосамыз. Әр қабатқа аздап-аздап тұз сеуіп, бұрыш сеуіп қойсақ болады. Қызанағымызды, бұрыштарымызды салған соң сарымсағымызды саламыз, артынан картопты саламыз. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Бұл тамақ қуырылмай, буға бұқтырылып пісетін болғандықтан денсаулыққа өте пайдалы. Бұл тамақ барлық түркі халықтарында кездеседі. Бір халық бұны дүмлама десе, бір халық дамлама дейді. Бір жерде дүмлама дейді, әр жерде әртүрлі аталады. Картошкамызды салып болған соң, артынан қырыққабатымызды үстінен мол ғып жайып шығамыз. Қазанның бетін бастырып, астын қаттырақ қойып, 30 минуттай қайнатамыз. Содан соң астын жай қоямыз. Тамағымыз 1,5-2 сағатта дайын болады. Тамағымыз піскен соң, бірінші 40 қабатымыздан бастап, барлық нәрсені бірден соң бірін саламыз. Қажет болса укроп қосасыздар, қажет болса пияз қосып жесе болады. Видеомыз ұнаса, лайк қойып, подписка жасап кетіңіздер.